Бисмиллахи-рахмани-рахим. Әл-Фарабидің жақили көзбен қарасаң, дүние қоқыс сенмешін, ғақили көзбен қарасаң, дүние ғажап сенесім дейтін сөзі қазіргі кездегі жер бетіне жаманшылықтың толып, әлемдегі тыныштықтың бұзылуы адам баласының дүниеге жақили көзбен қарауынан туындап отыр. Дүниеге жақили көзбен қараған батыс ойшылдардың соңынан ілесеміз деп, дүниені қоқысқа айналдырдық, өзіміздің адамға тән қасиетімізді жоғалтып, хайуаннан асқан жыртқышқа айналдық десек те артық айтқан емес. Масондық биліктің идеясындағы жоспарланған жоспарын демократия деп қабылдап, оны президенттік билік арқылы жүзеге асыру халыққа жасалып жатқан нағыз қастандық пен жауыздық деп қарау керек. Сондықтан жер бетіндегі жалпы адам баласына әділетсіз шайтани биліктен бас тарту, Құран сөзіндегі жалпы халықтық биліктен тұратын Әл-Фарабидің абай ілімдерін жалғастыру ақыр заман талабы. Енді ақыр заманда биліктің жоғарыдан өзгеретіндігін айтып жатқан бақсы, балгер, көріпкел, емші, зікіршілердің сөзіне келетін болсақ, олардың сөзінде әлемдік байланыстың болғанымен, Алланың хикметі мен үкімінен тұратын исламның амал ісін дәлелдейтін, оның жерден жүзеге асыратын ғылыми дәлел жоқ. Ел ішінен ақыр заманда бақсы, балгер, көріпкел, емші, дүмше, молда, жалған пайғамбарлар шығып дінді насихаттайды, бірақ амал іс қылмайды дейтін сөз осы ишандардың ғылымсыз сөйлеген сөзіне байланысты айтылған. Абай ғылымсыз сөйлеген билік иелері мен ишандардың сөзіне ерген қауымды мұсылман қауымының адасуы деген. Құранда Алла тағала пайғамбарлардың төрт түсін ақиқат бойынша шындыққа шығаратындығын айтқан. Оның мағынасы шынайы пайғамбар мен өздерін ұстаз санап жүрген жалған пайғамбарларды ажырату, Алла сөздің ақиқатын бекіту, Алланың бірлігіне иман келтіру, ондағы шындыққа көз жеткізу. Яғни Алланың барлығын дәлелдеу, Әл-Фарабидің Құдай танулы қылымын ашу. Ағраф сүресінің 181 аятында біз жаратқан адамдардан туралыққа бастап, шындық арқылы әділетті атқаратын бір топ бар деген. Бұл аят қазақ еліне байланысты айтылған. Қазақ бір шындыққа көз жеткенде тасқа басқан таңбадай деген. Қағбадағы әлмезек тасы о бастағы шындықты білдірген. Өткен философтар барлық ғалымдардың теориялық ойлануы мен қарулануына жол ашатын философия тарихын білу деген. Философия тарихының мақсаты шындыққа көз жеткізу, түп иені тану, табу. Халықты Алла тағаламен табыстыру. Оларды Алла тағаланың салған сара жолымен ата заңын қабылдап, халықты мұратына жету.